Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Рамазан айы құтты болсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Әңгіме айтайық. Сал серілерден, кешегі өткен шешендерден бір әңгіме қозғайық. Бойымдан мінді санасам, таутасындай аз емес. Жүрегіме қарасам, дейін таза емес. Аршып алып тастайтын апандағы саз емес. Бәрі болды өзімнен, Тәңірім салған наз емес дейді. Бәрі өзімнен болды дейді Абай. Құнанбай Мекеден мешіт салдырам деп қаржы жинаған екен, яғни жылу жинаған ғой. Содан мынау Арал теңізіне, Арал жағына барып атбасын тірепті. Өзінің нөкерлерімен жылу жинау үшін. Аралда Төртқара деген ел бар. Сол Төртқара еліне барған ғой, жылу жинау үшін. Төртқара елінің атақты Сапақ деген биі бар. Сапекең енді сондай бір атымтай жомарт, тапқан таянғанын өзі халқымен бөлісіп жейтін бір орта бір шаруа адам болған ғой енді. Не кедейде жоқ, не байда жоқ. Шаруаға айналысқаны сондай, сол қолының сырты жарылып кеткен екен. Жаңа Сапақтың қолы жарылып жүретін көрінеді. Сол Құнанбай келді дегеннен кейін Төртқара мал тойып ас береді ғой. Құнанбайды қарсы алады. Аға сұлтан дастарханның басында аталық астан дәм татып отқан кезде табаққа енді Сапақта қол салады ғой. Сол кезде Сапақтың қолының сыртын көріп қалған Құнанбай апырмай, Төртқараның айтулы биі Сапақтың қолының кескіні мынандай болса, қалған жұрттың қолынан жылу жинау не қайбір деп кекеткен екен Сапақты. Сонда Сапақ Құнанбайға тік қарап, жалт қарапты да: «Ей Құнанбай, мен сені Алланың жолынан жинап жүрме десем, Сапақтың қолынан жинап жүр екенсің ғой» деп бетіне бір-ақ айтқан екен. Сөзден Құнанбай ұтылып қапты. Төртқара елі жақсы бір қонымды жылу беріп, жақсы қаражат жинап берген ғой. Сонда Құнанбай кетіп бара жатып, аттан түсіп Сапақтан кешірім сұрап кетіпті дейді. Шіркін-ай, не деген ата бабаларымыз сондай текті болған. Қандай кекшіл болмаған. Мынау шолан дейді, шоланнан дат дейді, даттан сырым, сырымнан қаз туады. Шолан енді пышақталып, қылыштап, жаугершілік заманда қылыштап тастаған дейді. Бірақ енді сол шоланнан туған баланы кек алады ғой деп дат деп қойған екен. Шоланның дат бірақ кішкене жуастау болған. Бірақ сырым мықты болған дейді тарихта. Сырым сырымнан дат туады. Кешіріңіздер, сырым сырымнан қаз туады. Қаз отырған жерде ешкім сөйлемейді. Қазы орақ тілді, от ауызды, тауып айтатын, қауып айтатын шешен болған ғой. Шолан деген бір бидің шаруасы шайқалып, елден көшіп кеткен екен. Шолан сол бір 2 жыл араға салып, ат үстінде туған туысқандарына сәлем беріп, еліне қайтып келіп амандасып жүрген ғой. Өлген жұтқандарға көңіл айтып деген сияқты. Содан Баймағамбеттің үйіне кіріп келсе, төрде қаз отыр дейді. Баймағамбет сұлтанды білесіздер ғой тарихтан. Кіріп келсе, төрде қаз отыр дейді. Сонда тамақты керіне жіберіп, қазы Шоланға бидеп айтыпты: «Ей шөке, мына құс Жәнекенге ұшады. Қыс жайлы болса, түлеп ұшады, жайсыз болса, жүдеп ұшады. Барған жеріңнің жақсы жаманын айт отырыңыз» депті. Сонда Шолан айтыпты ғой: «Ей Қазекей, айтасың-ау. Біреуді ырзық айдайды, біреуді ажал айдайды. Мен шашылған ырзығымды теріп жүрмін» депті. Сонда қазы: «Болды, әрі қарай айтпай-ақ қой. Менен бір ат шапан аласың, мына сұлтаннан бір ат шапан айыбын аласың» депті. Содан бір күн қонып, дәм татып, 2 ат, 2 шапан алып қайтқан екен жаңағы Шолан.
Шолан кеткенен кейін Баймағамбет сұрайды дейді: ей қазы, анау шалға сен бір ат шапан бере сап ең, саған ілесіп мен де бере салдым, бұның айыбы не сонда депті. Сонда қазы айтыпты ғой: ей сұлтан-ау, Байекеу, түсінбедің бе? Екеміздің де әкеміз далада қаңғырып жүріп өлмеп пе еді? Ол соны мезеп отыр ғой. Мынау ел жұртқа естісе не боламыз? Одан да ат шапан беріп құтыла сағанымыз жақсы еді ғой депті. Сонда Баймағамбет айтты: ой, апырмай Қазекеу, Құдай бізді сақтаған екен депті дейді. 10 пәленің 9-ы тілден туар, ақылы бар адамдар тілін буар, алдартыңа қарамай босқа сөйлесең, аждақы боп артынан сені қуар дейді. Қызыл тілден бал да тамат, қан да тамат дейді. Бай қуатты болайық, ел іргесі аман болсын, ораза қабыл болсын, күліп жүрейік, күлкі болмайық, қазақ елі.